Сәлем достар, арнама қош келдіңіздер. Қоңыраушаны басып, арнама тіркеліп кетіңіздер. Бұл жерде түрлі рецептпен бөлісетін боламын. Бүгін біз сәбіз рулетін жасаймыз. Сол үшін бізге сәбіз, жұмыртқа, майонез, ұн, тұз, сарымсақ, куркума және қара бұрыш қажет. Олай болса кеттік. Сәбізді дәл осылай майдалап үккіштен өткізіп аламыз және үстіне тұз салып майға қуырамыз. Міне қуырылды майға. Енді осыны біраз уақытқа суытамыз. Ол уақытта жұмыртқаны дәл осылай екіге бөліп аламыз. Ақ уызы мен сары уызын. Және ақ уызын әбден миксерлейміз. Әппақ көпіршік болғанша миксерлеп аламыз. Енді суыған сәбізіміздің үстіне қара бұрыш, тұз, сарымсағымызды салып, жақсылап араластырамыз. Және де майонез саламыз. Сонымен қатар ұн саламыз. Міне әбден араластырылған сәбізіміздің үстіне жұмыртқаның ақ уызын салып, тағы да толықтай араластырамыз. Мен бұл жерде куркума қостым, себебі куркума бұған сары түс береді. Енді майланған противенге дәл осылай жайып, духовкада пісіріп аламыз. Өте қатты қызып тұрған духовкаға салмаймыз, тез піседі. Міне пісті. Енді осыны суығаннан кейін барып үстіне крем жағатын боламыз. Крем бұл жерде творожный сыр және майонез. Толық рецепт видеоның астына қалдыратын боламыз. Сол жерден қарап жасасаңыздар болады. Және өздеріңіз қалауларыңыз бойынша мен үстінен тұздалған қияр және укроп салдым. Дәл осылай салып шығыңыздар, өте әдемі және керемет дәм береді. Және дәл осы видеодағындай қылып тығыз қылып ораймыз. Тығыз қылып орап, пищевой пленкаға саламыз. Пищевой пленкаға тағы да міне орап, морозильникқа 30-40 минутқа қойып қоямыз. Одан көп уақытқа қоймаймыз, орта суланып кетеді. Міне морозильниктен шықты, оңай кесіледі, ешқандай үгітілмейді, өте керемет, дәмі де керемет. Дәл осындай рецепттермен, пайдалы рецепттермен бөлісіп отыратын болам. Арнама жазылып, қоңыраушаны басып қойыңыздар. Сау, саламатта болыңыздар.